Саламатсыздар ма, құрметті білім алушылар. Бүгінгі азаматтық авиация академиясы авиация колледжінің география пәнінің мұғалімі Сенешев Тұрсынханұлы. Бүгінгі география пәнінен тақырыбымыз геосаясаттың мақсаты мен міндеттері. Жалпы геосаясатқа келетін болсақ, оның негізгі мақсаты мен міндеттерін талқылайтын болсақ, бұл жердегі басты мақсаты ол үкімет аралық саяси қатынастарды қалыптастыру, геосаясат ұғымы, геосаяси орны, саяси география, үлкен жетілік, дамыған жетілік елдер, қоныс аударушы капитализм елдері, азиялық айдаһарлар, мұнай экспорттаушы деген ұғымдарды кіргізуге болады. Сонымен қатар соңғы уақытта талқыланып жүрген геосаясаттың өзгерістері, оның ішіндегі елдер арасындағы бейбітшіліктің нығаюы өте маңызды рөл атқарады. Жалпы геосаясат бұл саяси ғылымдар теориясының іргелі ұғымдарының бірі. Ол мемлекеттердің немесе мемлекеттер блоктарының аумақтық, кеңістік, орналасу ерекшелік жағдайына байланысты негізінде локальдық, аймақтық, құрлықтық немесе және жаһандық халықаралық үрдістерге негізделген нақты тарихи ықпал етудің формасы және орнын сипаттайды. Геосаясаттың тарихи қалыптасуын және оның пән анықтамасын зерттеулерге байланысты геосаясаттың негізгі мақсаты мемлекеттің геостратегиясын жасау. Жалпы термин геосаясат терминдегі гео жер деген мағынаны біледі, саясат ұғымы ол білеміз политика грекше мемлекетті басқару өнері деген мағынаны білдіреді. Геосаясаттың мемлекеттің саясатында оның негізгі зерттеудің негізінде жататын географиялық кеңістігі, аумақтық аспектін қарастырып қана қоймай, оның орналасқан аумағын, оның басқа елдермен арақатынасын, даму үрдісін, оның тарихи өзгерістерін және сонымен қатар оның даму эволюциясындағы негізгі себептерін зерттейді. Бұл жердегі сонымен қатар қозғаушы күштер мен негізгі құрылымдарды және субъектілерді қамтиды. Жалпы осы геосаясаттың негізгі қалаушылар ол Рудольф Челем болып келеді. Ол геосаясат терминін енгізген ең алғашқы ғалымдардың бірі болып келеді. Оның айтуынша мемлекеттің мықты болуы территориясымен орналасқан жеріне тікелей байланысты және мемлекеттің гүлденуі сол мемлекеттің адамдарының қоршаған ортаға бейімделуіне байланысты деген болатын. Негізгі еңбектеріне келетін болсақ, оның антропогеография сияқты, ел тану 1885 жылы түзілген, саяси географиясы бар, Германия саясаты және тарихы 1898 жылы жасалған, жер және тіршілік сияқты атты еңбектер бар. Оның 25 кітабы және 512 мақаласы бар болып келеді. Жалпы кеңістік туралы сонымен қатар Рацель өз көзқарасын қалыптастырған болатын. Ол Рацель теориясының негізгі ойы мемлекетті топырағымен байланысты тірі ағзаның кеңістігі ретінде түсіну керек. Және кеңістік биосфера халыққа өмірлік энергия береді және сонымен қатар мемлекеттің маңызды параметрлі пішіні орналасқан жері шекарасы есептеген. Сонымен бұл не деген мағынаны білдіреді? Бұл сол жердегі орналасқан география аумақта орналасқан тіршілік елі адамзаттың қалай сол орналасқан аумақпен тікелей арақатынасы, яғни қаншалықты ол өзгерте алады сол жердегі қоршаған ортаны деп есептеген болатын. Жалпы және басқа идеяларын алатын болсақ, ол мемлекеттің өсуі жан-жақты дамуды қамтиды. Сауда және соғыс территорияның қалыптасуының екі формасы қамтиды. Ол күшті держава, әскери теңіздің күштерінің дамуы, мемлекеттің орналасуының тиімді тәсілі континент теңіз болып келеді. Бұл жерде білетініміз Америка құрама штаттары ең ыңғайлы жерде орналасқан десек болады. Шығыс жағында Атлант мұхиты, батыс жағында Тынық мұхиты қоршаған және бұл өте әлемдік мұхитқа шығалатын Рим алпауыт елдердің бірі болып келеді. Рацель сонымен қатар неміс экспансионизм идеясының қолдаушысы, басқарудың кеңістіктегі технологиясы деген ұғымды енгізген болатын. Жалпы осы Отто Мауль неміс геосаясатшысы Рацельсіз геосаясаттың дамуы мүмкін емес еді. Себебі Челен тек терминді айтқанмен оның барлық идеяларын дамытқан Рацель болды. Сол себепті Рацель геосаясаттың негізін қалаушы атасы деп есептеген болатын. Сонымен қатар Фридрих Рацель геосаясат әкесі болса, бірақ бұл туралы сөзді өзі білмеген шығар. Сонымен қатар мен сіздерге көрсетейін Рацельдің сурет. Осы геосаясаттағы негізгі модельдерді қамтитын болсақ, ол дамуының 7 заңы, ол бірінші мемлекет аясының дамуы, оның мәдениетінің дамуымен байланысты. Екіншісі, енді айтатын болсақ, мысал ретінде алғашқы өркениет елдері Вавилон, Троя, Шумер, Аккад сияқты мемлекеттер айтуға болады. Екіншісі, мемлекеттің дамуының сауда идея, басқа да өндірістік белгілерінің дамуы сипатталады. Мысалы, Ұлыбритания, Англия, Франция айтуға болады. Бұл жердегі технологиялық индустриялық революцияның нәтижесін айтуға болады.
және бұл мемлекеттің дамуы және территориясының кеңеюі, кішкентай территорияларды жалдап немесе өз еріктерімен қосып алу Осман империясының мысал ретінде келтіруге болады. Қазіргі геосаяси модельдер олар шекара және перифериялық территориялар мемлекеттің масштабы мен күштілігі және әлсіздігін көрсетеді. Англия, Испания метрополиялары бесінші мемлекетті өзінің дамуында аса ерекше құндылықтарға назар аударады, немесе жаңа жерлеріне игерілу басталады. Мысалы, Америка құрама штаттары Ұлыбританияның колониясы болды, бірақ тәуелсіз алғаннан кейін оларға дамыған болатын. Алтыншысы, ескі жоғары өркениеттен енді перифериялық жаңа өркениетке көшуі. Мысалы, Азия елдерін айтуға болады. Қытай, қазіргі таңда дамып жатқан Үндістан, Вьетнам, Тайвань сияқты елдер айтуға болады. Және жетіншісі, жалпы барлық өркениеттің қосылуы. Мына геосаясаттағы аудандарды айтатын болсақ, мына картада көрсеңіздер болады. Мына жердегі орналасқан аумақтар, Ресей Евразиялық аумақ, Европалық үлкен аумақ, Солтүстік Америка аумағы, Орталық Америкалық үлкен аумағы, Оңтүстік Америка аумағы, Транс-Сахара аумағы, Араб Ислам аумағы, және жаңа Тынық мұхиты аумағы сияқты үлкен және кішігірім бөлімдерге бөлінеді. Мысалы, Қытай үлкен аумағы деген сияқты бұл жердегі геосаясаттың бұл сол жерде орналасқан елдердің қаншалықты басқа елдерге ықпал етуін және қарым-қатынасын ескереді. Елдердің әлеуметтік экономикалық дамуы бойынша жіктеу ол экономикалық дамыған елдер үлкен жетілігі G7. Бұл жердегі Америка құрама штаттары, Жапония, Германия, Ұлыбритания, Франция, Италия, Канадан жатқызылады. Европаның дамыған басқа елдері Голландия, Бельгия, Швейцария, Швеция, Норвегия деген сияқты. Одан кейін қоныс аударушы капитализм елдері Оңтүстік Африка Республикасы, Израиль және Австралия және Жаңа Зеландия сияқты елдер жатқызуға болады. Сонымен қатар бұл жердегі G8, бұрында G8, қазір G7 деп аталады, үлкен жетілік. 1977 жылы құрылған Францияның Ромбей қаласында алғашқы қатысушылар Франция, Германия, Италия, Жапония, Ұлыбритания, ақш, кейін Канада 1976 жылы және Пуэрто-Риконың Сан-Хуан қаласындағы саммитте, Ресей 1998 жылы Ұлыбританияның Бирмингемдегі саммитінде жатқан болатын, бірақ кейін оны алып тастады. Бірақ қазіргі таңда енді дамыған осы үлкен жетілік елдерін жатқызуға болады. Енді Америка құрама штаттары бар бұл жақта. Дамушы елдерді айтатын болсақ, ол Африканың елдері, Латын Америкасы және Азия елдері, Жапония, Израильден басқа. Оның ішіндегі келетін болсақ, мысалы айтайын, көшбасшы елдер Бразилия, Мексика, Үндістан, жаңа индустриялы елдер, Азия хайдақарлары дейді, Оңтүстік Корея, Таиланд, Малайзия, Сингапур, Индонезия, мұнай экспорттаушы елдер, Сауд Арабиясы, Біріккен Араб Әмірлігі, Иран, Кувейт, Катар, Венесуэла сияқты елдер жатқызылады. Социалистік елдер Қытай Халық Республикасы, Вьетнам, Лаос, Куба, Солтүстік Корея және мешеу елдер жатқызылады. Бұл жерде енді жаңа индустриялық елдерді біз көптеген жаңалықтардан естиміз. Жалпы осы елдерден көптеген тауарлар, тауар өнімі әлемдік деңгейде шығып жатыр және көптеген тауар қатынасында, тауар айналымында өте жоғары қарқынды деңгейде дамып жатыр. Мемлекеттік қауіпсіздік түрлеріне келетін болсақ, мемлекеттік қауіпсіздіктің негізгі мақсаты ол саяси қауіпсіздікті қалыптастыру, экономикалық қауіпсіздік, ғылыми-техникалық қауіпсіздік, әлеуметтік қауіпсіздік, экологиялық, әскери және ақпараттық қауіпсіздік және рухани қауіпсіздік. Бұл жердегі енді ең басты рөл атқаратын бұл экономикалық, оның ішінде негізгілер айтамыз, экономикалық, саяси және әскери қауіпсіздік болып келеді. Бірақ қазіргі таңдағы ең маңызды осы қауіпсіздіктің ішінде жататын ол ғылыми-техникалық. Қазіргі таңда ғылыми-техникалық прогресс өте қарқынды дамып жатыр. Соны ескере отырып, мемлекеттер өз елін дамытуға, өз елінің экономикасын әрі қарай ықпал дамуына әсер ету үшін осы ғылыми-техникалық қауіпсіздікті қалыптастыру өте маңызды рөл атқарады. Геосаясатта өзгерістер елдер арасында бейбітшіліктің нығаюы, ол 1945 жылы Біріккен ұлттар ұйымының құрылуы, 1953 жылдары Корей соғысы, 1962 жылы Кубадағы зымыран дағдарысы, яғни ол қырғи қабақ соғысы, Америка құрама штаттары мен КСР арасында болған. Одан кейін 1975 жылы аяқталған Вьетнамдағы соғыс, 1984 жылы Берлин қабырғасының құлауы, 1990 жылы КСР-ның ыдырауы, және 1993 жылы Еуропалық одақтың құрылуы. Бұл жердегі маңызды рөл атқаратын осы Біріккен ұлттар ұйымы мен КСР-ның ыдырауы әлемдегі үлкен геосаясаттың өзгеруіне алып келген болатын әлемдік деңгейде. Жалпы сонымен қатар сіздерге тапсырма, сіздерге топтастыру ретінде бірнеше елдерді көрсетейік. Сіздерге геосаясаттың ішіндегі Азия айдаһарлары, үлкен жетілік, қоныс аударушы капитализм елдері, мұнай экспорттаушы елдер.
бұлар сіздерге қазіргі тапсырма ретінде жазсаңыздар болады. Қазір дәптерлеріңізді алып осыны белгілеп кетіңіздер. Сіздерге жауабын көрсетейін и тапсырмасы. Жауаптары мысалы геосаясаттағы рацель, член, экспансионизм, континент, теңіз, территория, периферия, өркениет, үлкен жетілік. Америка құрама штаттары, Франция, Ұлыбритания, Германия, Канада, Италия, Жапония елдері. Бұлар өте үлкен алпауыт дамыған елдер. Азия айдаһарлары, Индонезия, Оңтүстік Корея, Таиланд, Тайвань, Сингапур, Малайзияны жатқызасыздар. Қоныс аударушы капитализм, бағана айтып кеткен Израиль, Жаңа Зеландия, Австралия және мұнай экспорттаушы елдері, араб елдері. Бұлар енді өте маңызды рөл атқарады. Қазіргі таңда енді әлемдік экономиканың негізгі ядросын қалыптастыратын ол осы үлкен жетілік елдері. Бүкіл инновациялық технологияның бары қазіргі таңда осы елдерде шығып жатыр. Осы елдер көптеген технологиялық прогрессті дамытуға себеп жатыр. Бірақ сонымен қатар соңғы 20 жылда өте қарқынды дамып жатқан Азия айдаһарларын да енгізу қажет деп ойлаймын. Оңтүстік Корея, Тайвань, Таиланд, Сингапур, Малайзия және Қытайды қоса кету керек. Бұл өте алпауыт мықты дамып жатқан, дамыған елдерге енді көшіп жатқан мемлекеттер қатарына жатқызылады. Бұлардың технологиялық инновациялық дамуы, қарқынды дамуы бұл үлкен осы жетілікке болашақта келесі 20-10 жылда осы ұйымға кіру мүмкін. Сонымен қатар Қытайды алатын болсақ, Қытайдың экономикасы әлемдегі екінші ең мықты қарқынды дамыған экономика жатқызуға болады. Осымен сіздерге назарларыңызға рахмет. Сіздерге тапсырма ретінде осы айтқан ұйымдарды қайталап толықтай дәптерлеріңізге жазып үйге дайындалып келіңіздер. Жақсы, назарларыңызға рахмет.